Hürmetli stüdentler, Allah'ınız var. Bugün de sabah konuğumuz var. Bugün de sabahda konuğumuz başladığı için ilk top birbirimize Kur'an metninde sattığı cümletti. Birinci anlattığı var, ikinci anlattığı var. Sayın oldu. Tabii. Kaçmaz. Tamam. Bir topla. Sizlerle satılık bizge tekeceğimiz. Bugün de sabah yani iki topka bölünüp atıldı. Yani birinci salmatlık topu böldük, және ikinci salmatlık böldük. İlk tapsırmasına dayandığımız var. Al endi ilk tapsırmasına dayın olsa, ilk tapsırmasını marafon ralisi boyunca alamiz. Bu жерде muğayim bir topқа söz айтады. Сол сөзге жауап бере отырып, келесі топ сол сөздің соңғы әрпіне темір жолға қатысы бар. Bir сөз тауып, сол туралы мәлімет беру керек. Әр дұрыс жауапқа стикер жабыстырып отырамыз. Сабақтың соңында стикер қай топтан топ болады, сол топ жеңімпаз болады. Жеңімпаз топқа арнайы сыйлығымыз бар. Мен бір сөз айтайын. Рельс. Соңғы әрпіне С әрпіне қандай сөз бар темір жолда? Станция. Станция дегеніміз? Станция дегеніміз беске бөлінеді. Олар жүк станциясы, аралық, жолаушы, жүк, сұрыптау және телімдік болып беске бөлінеді. Тамаша. Кімге жолдайсың мына топта? Жауап бар ма? Сіздер өздеріңіз бе? Tamam. Так. Дияс. Сен де қандай бағдаршамды айттың жаңа? Қайталамыз. Шыға. Яғни сұрыпталып кетер бағытына байланысты. Сен ана тағы қандай жұмыстар бар? Жол салдық. Разъездер салдық. Адамдар, жолаушылар қайға түседі олар? Лайкын кете бере ма? Вокзалы шығар мүмкін оңады. Жолаушы вокзалы керек бізге. Дұрыс айтасыңдар араға дәл ортадан. Жолаушы вокзалы керек. Жолаушы вокзалында қандай қызметтер көрсетеді? Біреу биік деген платформа. Оның размері 100 миллиметр биік. Бірінші алматынікі. Екінші алматынікі 250 миллиметр. Жасыл, жасыл, яғни басты жол арқылы пойызға жүруге рұқсат беріпті, бұрылмайды шаға. Басты жол арқылы берілген жылдамдықпен беріпті, не тасымалдайды ол? Ауа райының қолайсыздығынан бөлінбейтін жастар, тас, көмір, ағаш, осы жақын аралыққа баратын болғандықтан, олар орындықтаумен. Ал екіншісі плацкарт, ода қанша орын болды, кім дейсіңдер? Плацкартта 54, 84 жататын да көрек болады, отыратын көрек болады. Бәрін 9 үйден тұрмыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 қанша? Қанша көрек 54. Яғни плацкартта жататын орын. Ал астын санайтымызда қалай санайтын? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Керезге машина тұрып қалса, немесе түнерде ішіп түсіп кетсе, ол тек қана қандай түспей жатады деп едік. Тек қызынан қалған уақытта өшіп тұрады. Дұрыс бөлген кішіміз бар. Аралықта тұратын керезілерде ма? Екінші бөлі. Хоппер баллондар мынау. Мыналар ше. Бүгінгі сабақ өте жақсы өтті. Әрі қызықты болды дейді. Білмейтін мәліметтерді білдім дейді. Бүгін маған бүгінгі сабақ қызық болды. Біраз нәрсе түсіндім дейді.
Rahmet, uyga topshirma tushibdi o ya. Video so'zlar bilan qaytalab, janiz izlanib kelamiz. Sog' bo'lingizlar.